Көлбеулік мына жерде да мына сызықтың көлбеулігі. Көлбеулік дегеніміз не жалпы? Көлбеулік дегеніміз сызықтың вертикальдан немесе горизонтальдан қанша ауытқуын көрсету үшін керек дедік, өткен сабақта. Мына жерде бізде вертикаль сызық берілген. Оның вертикальдан ауытқуы немесе былай ауытқуы 1 мен 10-ның қатынасындай дейді. Біз өткен сабақта айттық, бұл тангенс альфамен өлшенсе болады дедік, бірақ оның тангенс альфамен іздеп жатпау үшін біз сандық қатынаспен береміз. Ол сандық қатынас. 1 дегеніміз осы альфа бұрышына қарсы жатқан катет, 10 дегеніміз іргелес жатқан катет. Сонда біз көлбеулік тұрғызу үшін біз осы катеттерді тұрғызып, соңғы гипотенузаны жүргізсек болды. Яғни сіздерде мына жерде 10 мм деп берілген ғой, былай. Мына вертикальдан былай қарай 5 мм ма? Соны саламыз. Былай қарай 5 мм. Сөйтіп, енді біз вертикаль саламыз, яғни іргелес жатқан катетті саламыз. Іргелес жатқан катеттің ұзындығы бізде 10 бірлік. Делік, мен соның орнына 100 деймін. 10 бірлік, 100 болды. Ал қарама-қарсы жатқан катет қарама-қарсы жатқан катет бізде 1 еді, бірақ мен ананы 10-ға көбейткеннен кейін бұны да 10-ға көбейтемін да, сонда мен мына 10 деп жазамын. 1-ді 10-ға көбейтсем 10 шығады. Міне 10 мм. Сөйтіп аламыз да мынаны гипотенузаны тұрғызамыз. Сонда біздің мынау сызығымыз үлкейтейін. Міне осы сызығымыз, мына сызығымыз, мына жерге келіп тұратын сызық. Мына осыны саласындар, бұлай қарай 5 мм шығасындар, бұлай қарай бірінші іргелес жатқан катеттің ұзындығын саласындар, бұлай қарай қарама-қарсы жатқан катеттің ұзындығын саласындар, одан кейін гипотенузаны жүргізесіңдер. Сонда бізге мына көлбеулік шығады. Ешқандай қиындық жоқ. Бұл былай тұрулар мүмкін. Кейде де көлбеулік 1-де 10 болса, мына сияқты нүктені тауып аласыңдар, былай қарай 10, былай қарай 100, былай қарай 10, қоса саласыңдар. Кейбіреуінде осылай берілген, кейбіреуінде былай берілген де көлбеулік. Түсінікті ма? Ешқандай қиындық жоқ. Қазір осы сабақ, келесі сабақ сызуларını бітіріп кетіңдер. Білмеген жерде сұраңдар тағы.